Студентлік жылларым менің өмірімдегі ең ұмытылмас дәуірлердің бірі болды. Бакалавр басқышында мен тек қана оқуменен шұғыланып қоймастан, өзім үстімде ислеуді, тәжірибе арттыруды, һәмде жәмиеттілік тұрмыста белсене қатынасуды үйрендім. Осы жыллар давамында Харкеші онлайн командасының ағзасы болып, әр түрлі тәдбірлерде белсене болдым. Сол менен біргелікте республикалық һәмде халықара таңдауларда қатынасып, сыйлы орынларға ие болдым. Бұлар болса менің өзіме болған сенімімді арттырып, өз имканиятларымнан иелі де пайдалануыма түрткі болды. Тарихын айлесем әуелі бастан, сонша батыр өткен тарихта дастан. Қанымда батырлық қуаты тасқан, тауларды сілкіткен қара қалпақпын. Бүгін болса, міне осы минет, пыдайлық һәмде ұмтылыстарымның нәтижесінде магистратура басқышына мемлекеттік грант екарында қабыл етілгенлігімнен шексіз мақтанаман. Бұл жетіскерлік тек қана менің емес, біз жастар үшін мемлекетімізде қаратылып атырған имканиятлардың нәтижесі. Біз білеміз, білмендіру бұл келешек кіреуі. Мен бұл жолда әрбір имканиятты қадірлеймен. Мемлекетімізде біз жастар үшін жаратылып атырған шексіз имканиятлар үшін терең миннетташылығымды білдіремен. Бұл сенімді ақлау үшін жан-тәнім менен минет етемен. Себебі бұл сенім менің келешегім үшін қойылған дәслепкі инвестиция.